Ел президентінің Қазақстан халқына арнаған кезекті жолдауы Ахмет Яссауи атындағы халықаралық Қазақ-түрік университетінің ұжымы онлайн түрінде тыңдады. Мәжіліс залында бас қосқандар елбасының әрбір сөзі отандастарының тұрмыстық әлеуетін жақсартуға бағытталғанына қуанды. Ал жастар жағы әдеттегідей өздеріне көрсетілген құрметке алғыстарын білдірді. Бізге өте ұнады, және де ендігі жылы жастар жылы деп жариялағандықтан біз үшін үлкен жауапкершілік артылады. Және де біз осыны сезініп, барынша жақсы білім алуға тырысамыз. Университет өкілдері профессор оқытушы ретінде жоғары білім беру жүйесінің сапасына қойылатын талаптарға ерекше назар аударды. Оқытушылардың айтуынша жаһандық бәсекеге қабілеттілікті арттыру үрдісін ескере отырып, университет түлектерінің білім сапасын жетілдіру қажет. Жастарды әрі мынау жұмыспен қамту, үймен қамтамасыз ету, оның бер жағында мінекей біздің білім саласындағы осы мектептен бастап, балабақшадан бастап тәрбиелеу, оларға қандай жағдайда осы жол көрсету керектігін, мінекей біздің жоғарғы оқу орындарының өзінің қандай сапасын көтеру, мемлекеттік қызметкерлердің сапасын көтеру, бұл үшін қандай жұмыстар жасалыну керек, осылардың барлығын бүгін осы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев бізге көрсете білді. Кезекті жолдаудың басты ерекшелігі оның қалың көпшілікті толғандырып отырған өзекті мәселелерге арналғандығында. Ендігі кезекте әр сала және құзырлы органдар берілген нақты тапсырмаларды тиянақты атқару керек дейді ұстаздар. Жұмыла кіріскен істің нәтижесі оң болмақ. Түркістан қаласынан Перизат Биназарқызы, Нуридин Искаков, Мұхан Мұратұлы, Туран Ньюс.